Қайырлы күн, бүгін рамен с курицей дайындайтын боламыз. Міндетті түрде соңына дейін видеоны қараңыздар. Бізге 50-60 грамдай тауықтың төс еті қажет болады. Соны алып, соломка етіп ұзыншалап тураймыз. Одан кейін ыдысымызға суымызды құйып, жаңағы етімізді саламыз да қайнатамыз. Осылай қайнаған соң, мен осындай чан рамен дегенді лапшаны пайдаланамын. Сіздер өздеріңіз кез келген раменнің лапшасын алып қолдансаңыздар болады. Соның жартысын салып, одан кейін ішіндегі өзінің приправаларын барлығын толықтай саламыз. Тағы да осылай араластырып, және де қайнаған соң осылай 1 чай қасық соевый соус қосамыз. Соевый соус осындай юнен қолдансаңыздар өте дәмді, және де ашты дәм бермейді. 1 чай қасық қосып, араластырып қайнатамыз. Және де осы қайнап жатқан кезде 1 жұмыртқаны жарып салып жібереміз. Одан кейін жұмыртқаны салған соң 3-4 минут толықтай қайнатамыз. Міне бізде раменіміз дайын болды. Ең бірінші лапшасын салып аламыз. Одан кейін сорпасын құйып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен осылай күнжіт септім, және де қасына қияр қостым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.